Қадірімді білмеген қадірлім-ау. Бірінші бөлім. Жасұлан өз бөлмесіне тығылып, жан баласын көрмей ас су ішпей отырғанына бүгін 3-ші күн. Анасы келіп, балам ауырып қаласың, ең болмаса жүрек жалғап алсаңшы, неше күн бойы нәр татпадың, сыртқа да шықпадың, ашшы есікті балам. Ешкім жауап қатпады. Алдындағыдай қажет емес дегендей жауап келмеді. Ана жүрегі бірдеңені сезгендей қолдары дірілдеп, есіктің тұтқасына жармасты. Бірақ іштен ілінген есік ашылар емес. Жүгіріп күйеуін шақырды. Үй іші түгел Жасұланның бөлмесінің алдына жиналды. Еш дыбыс болмаған соң, әкесі есікті сындырып кірмекші. Төсегінде бүк түсіп жатқан баласының дереу тамырын басып көрді. Тірі. Дереу жедел жәрдем шақырды. Жасұлан ауруханада көзін ашты. Палатада анасы журнал қарап отыр екен. Қайдамын? Балам, қалың қалай? Сені таңертеңгісін ауруханаға алып келдік. Есіңнен танып қалыпсың. Бөлмеңнен шықпай аштан-аш жатқан соң зорығып қалдың ғой балам. Бүйткенше өлгенім артық еді. Неге олай дейсің балам? Мені қорқытпашы. Жасарыңызды жасап алып, енді несіне жылап отырсың мені уайымдап? Мен не жасаппын? Құрттыңыз, өмірімді құрттыңыз. Бітті, мен өлікпін. Алла аманат етіп берген жан-жарымды аялай алмадым. Ұлыммен бірге кетті, енді олар жоқ. Мені де, сізді де бәрін тастап кетті. Мүмкін тастап кеткені де дұрыс болған шығар. Болмаса мен тағы не көрсетер едім оған? Көрсетпеген не қалды деп тістене сөйлеген Жасұлан орнынан тұрмақшы болып еді, әлсіреп қайта төсекке қисайды. Аяқтарынан әл кетіп жүре алмады. Анасы сүйемекші болып еді, қажет емес деп ишара білдіргендей болды да, теріс қарап жатып қалды. Өткен өмір көз алдынан кино таспасындай зырылдап өтіп жатты. Жасұлан мектеп қабырғасында оқып жүргенде өте белсенді еді. Сабаққа да, қоғамдық жұмыстарға да. Тұрмысы орта отбасынан шыққан соң ба, әлде өзі қанмен берілген білімділік пе, әйтеуір жоғары оқу орнына өз күшімен түсуге де талпынды. Жасұлан білімінің арқасында оқуға ақысыз қабылданды. Алдымен әкесінің қолдауымен, екінші өзінің білімінің арқасында осындай жетістікке жетті. Әкесі Нартай мектепте физика пәнінің мұғалімі, анасы үйбикесі, орта білімді кісі. Аздап адуынды мінезімен елге белгілі еді. Бір айтқанды екі айтпайтын, күйеуінің жуас мінезін басқалай жоритын көкбеттеу әйел. Үйде де Айғанымның айтқан дегені деген. Тіпті Айғанымның рұқсатынсыз шыбын ұшып өтпейді. Осы мінезіне күйеуі де балалары да үйреніп кеткен. 3 қыздың ішінде кенже ұл Жасұланның мінезі де анасына ұқсаған. Қайсар мінезді, бір беткей. Ал әпкелері өте жуас, әкесінің қыздары болып өсті. Үшеуі де өз күштерімен оқуға білім алып, дипломдарын қолтықтап анасы тапқан жігітке тұрмысқа шықты. Шүкір бәрі барған жеріне сіңісіп, бір ауыз арыз айтып келмейді. Айғаным енді ұлын оқытып алған соң үйлендіремін деп қазірден баласының құлағына құйып жатыр. Екеуінің мінезі ұқсас, ана мен бала осы тақырып ашылса сөзге келіп қалады. Айғаным дегенін істеткісі келсе, ұлының тыңдайтын түрі жоқ. Мама, осындай әдетіңізді қойыңызшы, отырайын енді шешеме қыз іздетіп. Өзім қалаған қызға үйленемін. Заман басқа, мама, заң басқа. Оның үстіне қазір емес, енді ғана студент болған жоқпын ба, әлі ерте деп есікті тарс жауып шығып кетті. Ұлының мына сөздеріне намыстанып қалған Айғаным тістеніп, көресің әлі бала, қарада тұр, айтқанымды істеймін деді ызаланып. Намыстанбағанда ше, осы уақытқа дейін үйде бұтақта осының шешімімен сындырылады. Сырттай бақылап отырған күйеуі, ойбырмай саған қарсы келетінде адам бар екен ау деп миығынан күлді де жұмысына кетті. Айғаным орындыққа сылқ етіп отыра кетті. Жасұлан бүгін алғаш рет студент болып университет табалдырығын аттады. Сымбатты жігіт соңғы сәнде киінген, аяғын асықпай кердие басып кіріп келді. Сабақ басталғалы жатыр екен. Сәлеметсіз бе, кіруге болады ма? Сен онсыз да кіріп тұрсың ғой, неге рұқсат сұрайсың? Отыр. Сабақ басталмай жатып кешігеді бұлар деген мұғалім өзін таныстырып осы топтың кураторы екенін айтты. Үлкен лекция залының жартысында ғана студенттер отыр. Бәрі Жасұланға қарап қалыпты. Әсіресе қыздар жағы көздерін кең ашып қылымсый күліп отыр. Ешкімге мән бермеген Жасұлан ең жоғарыға барып жайғасты. Ол студенттік өмірге ақырындап үйреніп келеді. Мектептегідей білімді әрі ұқыпты.
Сабақтан еш қалған емес. Үнемі мұғаліммен бірге сабақты талқылап, білмегенін сұрап отырады. Сондықтан да мұғалімдер Жасұланды жақсы көреді. Қыздар жағы да қызға қарап, шіркін деп армандап қояды. Бірақ Жасұлан еш қылтың-сылтыңсыз, артық әңгімесіз, оғаш қылықсыз, кілең бестікпен бірінші курсты аяқтады. Жазғы демалыста ауылға қайтты. Үй іші сол қалпы, өзгермеген. Баяғы анасы бәріне бұйрық беріп отыр. Әкесі миығынан күліп, басын шайқап қойып, әйелінің жұмсаған тірлігін істеп жүр. Бауырымыз келеді оқудан деп үш әпкесі де келіпті. Қуанышы қойнына сыймай Жасұлан барлығын құшақтап беттерінен сүйіп шықты. Жиендермен ойнап мәре-сәре болып жатыр. Жезделері жалғыз қайнысын көрмегеніне жылдың 100 болған соң тойлатамыз деп сыртта кәуап жасап жүр. Бүгінгі күн осылайша көңілді өтті. Жақсы демалып, ертеңіне түске дейін ұйықтапты. Аз-маз әкесіне көмектесті де, сыныптастар болып жиналып, ауыл сыртына көлге кетті. Бір топ ауыл жастары осында шомылып жүр. Былтыр бітіріп кеткендер келіпті деп сыбырласып, көздерінің қиығымен қарап қыздар да күлімсіреп жүр. Жасұланның шетте шомылмай тек аяғын суға салып отырған бөтен қызға көзі түсіп кетті. Расымен бұл ауылдың қызы емес, бірақ бізбен қатарлас сияқты. Ақырын аяңдап әлгі қыздың жанына келді. Сәлем. Селк ете қалған қыз жалт қарады. Жәудіреген солғын жанары таңырқай қарап, сәлем деді. Біздің ауылдың қызына ұқсамайсың ғой деп Жасұлан жанына көк шөпке жайғасты. Мен әпкемнің үйіне келдім. Әпкең кім? Мен танитын шығармын, осы ауылда тұратын болса. Есімі кім? Күйеуінің есімі кім? Тануым шарт емес деді теріс бұрылып. Ыңғайсызданып қалған Жасұлан, шарт емес әрине, бірақ мен жай сенімен танысқым келіп. Есімің кім деді күлімсіреп. Орнынан көтерілген қыз ауылға беттеді. Бір-екі қадам жүрді де артынан қарап тұрған Жасұланға бұрылып, есімім Ақтоты деді де бұрылып жүріп кетті. Ақтоты деп қайталады іштей. Осы кезде жанына келген досы, не болды, Ақтотыға қызығып қалдың ба? Мен оны танимын деді күліп. Қуанып кеткен Жасұлан жақсылап таныстыруын өтінді. Жылтыңдаған досы бүйірінен түртіп көзін қысты. Балалар көлге шомылуға жүгіріп кетті. Бір жыл көрмеген жолдастарымен қанша мәре-сәре болып жүрсе де, Жасұланның көз алдынан Ақтоты кетпей қойды. Кешті әрең батырған ол үйіне келіп, асыға аптыға кешкі асын ішті де, достарыма баруым керек деп шығып кетті. Өзі оқудан кеше ғана келген соң ата-анасы қарсылық білдірмеді. Жасұлан Ақтотымен тілдесудің уақыты жақындағанына жүрегі алып ұшып барады. Досының үйіне келген беті осы. Сен расымен Ақтотыға қызығып жүрсің бе? Несі бар? Сөйлесіп көрейік те, жаман қыз сияқты емес. Жаманына жаман емес, бірақ сен кімнің туысы екенін білсең жоламай кетер едің. Маған оның туысының қажеті жоқ, маған Ақтоты керек. Ендеше жүр. Екеуі әңгімелесіп ауылды бөліп тұрған үлкен трассаның арғы бетіне өтті. Бұл жақта 50 шақты үй бар, барлығы бір рудан. Олар кішкентай қоржын тамның алдына келіп тоқтады. Тоқта, бұл Талғат Алқаштың үйі емес пе? Бағана айттым емес пе? Ақтоты Талғаттың әйелінің туған сіңілісі. Сен қалада оқып жүргенде әпкесінің үйіне көшіп келді. Елдің айтуы бойынша ата-анасы көлік апатынан қайтыс болыпты. Жалғыз әпкесінен басқа ешкімі болмаған соң осы үйді паналаған. Әрине әпкесі қамқоршысы болады ғой, бірақ Талғат балдызының келгенін ұнатпай жүр. Арам тамақ, жетімек деп күн бермейді деп жүр елдер. Әйеліше арасына түспей ме? Кішкентай қызды қалайша қорлауға болады? Араша түспек түгілі күйеуіне сөйлей алмайды ғой, күнде таяқтың астына алады. Әпкесінің өзі қазір инвалид болып қалған, Талғаттан таяқ жеп. Мына сөздерді естіген Жасұлан шыдап тұра алмады. Үнсіз бұрылды да көлге қарай беттеді. Жасұлан мен досы Сұлтан екеуі көл жағасында әңгімелесіп ұзақ отырды. Өткен кеткенді ананы мұнан айтып біраз көңілдерін жазды. Мен Ақтотыға үйленем десем қалай қарайсың, Сұлтан деді аяқ астынан Жасұлан. Не дейсің, денің сау ма өзі? Әлде өле алмай жүрсің бе? Талғат күнде есігіңді қағып тұрғанын қалайсың ба? Оның үстіне сен анаңның мінезін білмеуші ме едің? Ешқашан Ақтотыға үйлендірмейді сені. Онда тұрған не бар? Ол қызға да қамқоршы адам, паналайтын баспана қажет қой. Сонда сен оны аяғандықтан үйленбекшісің бе? Жақсы көрмесең де? Несі бар?
мынаның басы істемей қалыпты. Сенен басқа қамқоршысы, сенің үйіңнен басқа паналайтын үй жоқ па оған? Не болды сонша ашуланып, қалжыңдадым деп күлді Жасұлан. Қанша күлгенімен ойында Ақтоты бар. Оған деген аяушылық сезім бар. Әлде Ақтотыны қызғанып кеттің бе? Өзің үйленбекші ме едің, деді досына сынай қарап. Сен де айтасың, деп мысқылмен күлді Сұлтан. Жалпы Ақтотыны жаман қыз демеймін. Оның ұяң, ақылды, пысық әрі білімді екенін бәрі біледі. Тек тегінің жоқтығы. Қазір заманның өзі сондай болып жатыр, я? Тегіне қарап сөйлесесің. Жоға мен, деп қысылып қалған Сұлтан үнсіз қалды. Орнынан тұрған Жасұлан қайттық дегенде ишара білдірді де ауылға қарай бұрылды. Үйге жеткенше бір-біріне ләм-мим деп сөйлемеді. Екеуінің де ойында Ақтоты. Қоштасып үйіне кірген Жасұлан көпке дейін ұйықтай алмады. Ақтотыны ойлап дөңбекшіп жата алмады. Таңға жуық көз ілінді. Тіпті түсінде де Ақтотыны көріп шықты. Екеуі көлге бірге шомылып жүр екен. Кенеттен Талғат келіп Ақтотыны жер-жебіріне жете боқтап, шашынан сүйреп алып барады екен. Жасұлан Талғатқа қарсыласып, тіпті төбелесуге дейін барыпты. Оянып кетсе түс екен. Сағатқа қарап еді 12 болыпты. Жасұланның жазғы демалысы аяқталуына санаулы күндер қалды. Ол қалаға қайтуға дайындалып жүр. Іштей кеткісі де келмейді. Ақтотымен жаз бойы бір ауыз тілдесе алмады. Талғаттың үйіне кіре алмайды. Ал Ақтоты үйінен аттап шықпайды. Қанша рет барды. Айғай-шу, ұрыс-жанжал, сыртынан қарап тұрып қайтады. Автобусқа билет алып, сөмкелерін жайғастырып сыртқа шықты. Автовокзалға анасы мен әкесі де келген. Ұлдарын шығарып салмақшы. Әкесі анасы сияқты емес, балаларына өте көп көңіл бөледі. Қайта-қайта затын түгендеп, қажет нәрсесі бар ма екен деп сұрап бәйек болуда. Ал анасы ондай емес. Баласының бетінен сүйді де жолың болсын деді. Жасұлан қоштасып автобусқа жайғасты. Екі адамдық қатарда Жасұлан бір өзі отырды. Іштей қуанып та қояды. Қалаға дейін еркін ұйықтайтын болдым деп. Автобус енді жүргелі жатқанда Жасұлан терезеден асыға басып жүгіріп келе жатқан екі әйел кісіні көрді. Біреуі жас қыз сияқты. Біреуінің басында орамалы бар. Аяғын сылтып басатын сияқты. Айқайлап автобусты тоқтатқан олар ентелей кірді. Кешіріңіздер, сәл болмағанда сіңілім оқудан қалып қоярдай болды ғой. Бағана билет алып кетіп едік. Ағай, менің сіңіліме қарайлап барасыз ғой, жарайды ма? Алла разы болсын сізге. Құрбым күтіп алады қаладан. Рахмет, деп кішкентай бір сөмкені жас қызға ұстатты да жыламсырап қайта-қайта бетінен сүйіп қоштасып түсіп қалды. Жасұлан өз көзіне өзі сенер емес. Мынау Ақтоты ғой, көзін алмай қарап қалды. Мөлдіреген көзденен аққан жасы иегінен жерге құлап, Ақтоты есік жабылғанша әпкесіне қарап тұрды да есік жабылып, автобус қозғалғанда қолын бұлғап тұрып қалды. Бетін қолымен сүртті де билетіне қарап, өз орнын іздей бастады. Дәл Жасұланның жанына келіп тоқтады. Сөмкесін орналастырып өзі отыра кетті. Көздерін терезеден алар емес, ойының бәрі әпкесінде. Әпкесі автобус соңынан әлі қарап тұр екен. Ақтоты деген дауыс оның ойын бөліп жіберді. Жалт бұрылып қарады да үнсіз көзін тайдырып әкетті. Жасұлан, деді іштей. Ал Жасұлан болса іштей Құдайына рахмет айтып, қуанып әңгімені неден бастарын білмеді. Мені таныдың ба, Ақтоты? Жоқ, деді өтірік. Іштей өтірігімді біліп қоймас екен деп қысылып, екі беті қызарып кетті. Мен Жасұланмын ғой, жаз басталған сәтте көлде танысып едік қой, есіңде ме? Иә, есіме түсті, деді жерден көзін алмай. Екеуі де іштей қуанышты. Ақтоты жалғыз өзі алғаш рет жыраққа шықты. Дәл осы уақытқа дейін ол қорқынышпен жүрген болатын. Үлкен қала, бейтаныс адамдар, бейтаныс орта, бейтаныс жер. Бірақ Жасұланды көргенде бұрыннан таныс адамындай қуанып, өзіне сенімді күйде арман қуып Алматыға аттанды. Ал Жасұлан өте қуанышты еді. Тіпті қобалжып, алақаны терлеп, жүрегі кеудесіне сыймай тыпыршып орнында отыра алмады. Жаз бойы бір тілдесе алмаған ару қыз дәл бүгін жанына келіп жайғасады деп, үш ұйықтаса да түсіне кірмепті. Екеуі де үн-түнсіз ұзақ отырды. Жасұлан құдды бір тілін жұтып қойған адамша сөйлей алар емес. Ақтотының бар ойы әпкесінде. Әпкесінің үйіне келмегенде оның өміріне қанық болмас еді. Қазір енді әпкесіне алаңдап отыр. Ендігі өмірі не болады? Жездесінің таяғынан қашан құтылады?
Оның ойы Жасұланның жылы алақаны бетіне тигендей бөлініп кетті. Селк етіп шошып кетті. Жасұлан Ақтотының бетіндегі домаланып ағып жатқан жасын сүрткен екен. Сонда барып Ақтоты көзінен жас тама әпкесін уайымдап отырғанын сезді. Тамағына өксік тығылып бетін басып жылап жіберді. Жасұлан қалай жұбатарын білмей Ақтотының қолынан қысып ұстап отырды да іштей өзімен өзі сөйлесті. Мен сені бақыт етемін, Ақтоты. Өз-өзіне келіп Ақтоты бетін сүртті де жерге қарап отырып бірден әңгімесін бастап кетті. Мен ес біле бастағанда әпкем ұзатылып кетті. Үйде әкем, анам және мен үшеуміз өмір сүрдік. Әпкем 2 жылда бір келіп тұрды, бірақ ол бала сүйе алмады. Соның кесірінен жездем оған қол көтере бастады. Бәр кінәні әпкеме аударып, бала тумайсың деп ұрып соғатын болыпты. Бірақ оның біреуінде келіп айтқан емес. Мен әпкемнің үйіне келіп білдім бәрін. Әпкемнің үйіне келмес дедім, ата-анам тірі болғанда. Олар көлік апаты болған кезде қайтыс болды. Бірақ маған ештеңе болған жоқ. Содан бері көлік қатты айдалғанын көрсем қорқа берем. Ата-анам қайтқан соң әпкем өз үйіне алып келді. Аяғының ақсақтығында сол кезде байқадым. Бір аяғын сылтып басады. Себебін сұрасам айтпайды. Көршілерден естідім. Жездем арақ ішіп келіп ұйықтап жатқан жерінде қыстық аяқ киіммен қатты тепкен екен. Айта алмаймын. Әпкемнің өмірі ит азап. Қанша кетейікші деп жалындым. Дипломы бар. Жұмыс істейміз, қалаға барып дедім. Көнбеді деп ары қарай сөйлей алмай Ақтоты жылап жіберді. Жасұлан тағы да қолынан ұстап үнсіз отырды. Ең болмаса сен қалаға барып білім алып оқы, жұмыс жаса, тұрмысқа ерте шықпа. Есіңді жиып ақыл тоқтатқанда біреу кезігер. Болмаса мен секілді отырасың қапасқа тығылған құстай болып. Мені уайымдама. Менің енді өлгенше көрген күнім осы. Хабарласып тұр деп бағана оқуға шығарып салды. Кеткеніме қатты қуанды білем. Себебі жездем маған да тыныштық бермейтін. Тестке дайындалып отырсам, кітабымды жыртып, жарықты сөндіріп ит қылатын. Әпкем үнсіз көндігетін. Болмаса аяғы таяқ жейтінін жақсы біледі. Мен сөйлеп қаламын. Соған сөз қайтардың деп 1-2 рет қолда көтерген. Айтпаған сөзі жоқ. Арам тамақсың, жетім, сүмелек деп ылғи түртпектеп отыратын. Енді құтылды ғой арам тамақтан деп Ақтоты жерден көзін алмай отыра берді. Ақтоты уайымдама, қалаға барған соң бәрін ұмытасың. Қалай ұмытамын? Мұнда әпкем қалды ғой. Өз көзіммен өмірін көрген соң жаным ашиды қатты. Тек қорлықпен өмір сүріп жатыр. Жасұлан Ақтотының көңілін басқаға аударғысы келді ме, әңгімені басқа арнаға бұрды. Айтпақшы, оқуға грантпен түстің бе? Әрине деді күлімсіреп. Күлген кезде бетінде құйын секілді 2 шұңқыр пайда болады екен. Өзі сондай сүйкімді. Жасұлан Ақтотыдан көзін алмай қарап отырды. 2 беті қызарып Ақтоты төмен қарады. Қай универде оқитын болдың? Политех. Рас па? Мен де сонда оқимын. Мәссаған, не деген сәйкестік? Қайда тұрасың? Жатақханада ма? Иә. Дым уайымдама, бізге жақын жерден бөлмеге орналастырамын деді де іштей қатты қуанып отырды. Аздан соң Ақтоты ұйықтап кетті. Ал Жасұлан оның жүзіне қарауын тоқтатар емес. Не деген сұлулық, ұзын кірпіктер, кішкентай картошка мұрын, шиедей қып-қызыл ерін, томпайған аппақ беті, қою қара шашы иығына төгіліп ұйықтап жатыр. Автобус Алматыға келіп ат басын тіреді. Таң ала кеуімнен қайда барарын білмей сасқалақтаған Ақтоты, тым ерте келдік пе? Әпкемнің құрбысы 9-дар шамасында келемін деп еді. Я, қазір автобустар ерте келетін болған ғой. Қазір сағат 7 болмады әлі. Қаласаң автобуста күтуіңе болады. Есесіне рахаттанып ұйықтайсың деді күліп Жасұлан. Сен кетесің бе? Аузынан еріксіз шығып кеткен сөздер үшін Ақтоты ұялып қалды. Асығыс болсаң оқуыңа бара бер дейін дегенмін деді төмен қарап. Сені тастап қайда барамын? Әпкеңнің құрбысы келгенше жаныңда боламын. Кейін жатақханаға келерде маған хабарлас. Айтпақшы, телефон нөмеріңді алмаппын ғой деп Жасұлан телефонын шығарып, нөмірін жазуға ыңғайлана бергенде Ақтоты, менде телефон жоқ деді. Ештеңе етпес, онда мен саған нөмірімді беремін. Біреудікімен болса да хабарласып тауып аласың ғой мені. Қорқыныш жоқ, бір универде оқимыз енді деп Ақтотының күлімсіреген жүзіне қарап тұрды да, бетіне пайда болған шұңқыр тесіктерінен шымшып алды. Өз қылығына ұялып қалған ол күліп жіберді. Кешірім сұрап, не үшін олай жасағанын өзі де түсінбей қалғанын айтты. Осы бір арман қуып Алматы деген алып шаһарға алып келген соқпақ жол екеуінің арасына жылулық сезім салғандай болды.
Күн көрініп, адамдар қыбыр-жыбыр тіршілікке кіріскенше екеуі автобуста әңгімелесіп отырды. Сағат 9-дан өте бір келіншек келіп, Ақтотының атын атап, жүргізушіден сұрастырып жатты. Жасұланның құлағы шалып қалып, екеуі тез-тез басып сыртқа шықты. Қоштасып, екеуі екі бөлек кетуге ыңғайланып жатыр. Жасұлан нөмірі жазылған бір жапырақ қағазды Ақтотының қолына ұстатты да өзі де қоғамдық көліктер аялдамасына беттеді. Бүгін сабақ басталғанына екінші күн. Жасұлан Ақтотыны іздеп таба алмады. Не жатақханадан, не оқу орнынан. Сонша сағат бір автобуста бірге отырып, неге қай мамандыққа оқуға түскенін сұрамағанына ашуланып іштей өзін жазғырумен болды. Ертеңіне барлық бірінші курс мамандықтарының тізімін алып іздестіре бастады. О Алла, екеуі де инженер мамандығында, екеуі де бір жатақханада. Қалай мен көрмей жүрмін деп ойлады. Сабақтың аяқталғанын әрең күткен ол жатақханаға құстай ұшты. Бірінші курс студенттеріне арналған қабатқа орналасыпты. Ақтоты өте ұяң, қылтың-сылтыңы жоқ болғандықтан көзге түсе бермейді. Сол себепті осы уақытқа дейін көрмепті. Түс ауа Ақтотыны ауладан тапқан ол жанына жүгіріп барды. Ақтоты, жалт қараған Ақтоты Жасұланды көргенде, тап бір туысын көргенде қуанып кетті. Екі бетіне шұңқыр тесіп үйіріле кетті. Сол күннен бері екеуінің жұптары жазылған емес. Жасұланның махаббатына айналғысы келетін небір қаланың сылқымдары екеуіне қызғана қарайтын. Тіпті дөрекі біреулері Ақтотыға тиісіп те кететін. Ондай жағдайларды сүйіктісіне мүлде айтпайды. Бір қызығы екеуі де бір-біріне ғашықтық сезімін білдірген емес. Сүйем күйем деп те айтпайды. Сол автобуста табысқан жүректер үнсіз түсінеді бір-бірін. Іштей бір-бірінсіз өмір сүре алмайтынын білсе де бетіне келіп айтқан емес. Бірақ қол ұстасып бірге жүреді. Сабаққа да бірге барып бірге келеді. Онсыз да Жасұлан сабақ үлгерімі жақсы студент. Ал екінші курста ол білімге қатты ден қойды. Себебі Ақтоты көп уақытын кітапханада өткізеді. Жасұланды да пайдасыз ойын-сауық орталығына жібермей, кітапханаға сүйреп келеді. Бірге кітап оқиды. Қызықты студенттің шақтарын керемет өткізіп жүріп, Ақтоты да бірінші курсты үздік тамамдады. Жасұланның оқу біршама бұрын аяқталғанымен былтырғыдай бірден ауылға аттанбады. Ақтотыны күтті. Екеуі ауылға бірге келді. Сыныптастары Жасұланға таңданып, қалайша Ақтотымен табысқанына түсіне алар емес. Біріншіден оның кербез мінезін алға тартса, екіншіден анасының екеуіне қарсы болатынын жарыса айтып жатты. Ал қызықтың бәрі ауылға келген соң орын алды. Ауылға келген соң ертеңіне екеуі ең алғаш танысқан жерде кездесті. Көл жағасында аяғын суға салып Ақтоты отыр. Жасұлан жанында көк шөпке жайғасқан. Ол Ақтотының самал желден әлсін-әлсін желбіреп тұрған шашының әр талын теріп отыр. Қойшы Жасик, біреу көріп қойса ұят емес пе? Ауылда өсекке қалғым келмейді. Ешкімнің бізде шаруасы болмасын. Біз ересек адамдармыз, жас емеспіз, дұрыс па? Арамызда сезім бар, махаббат бар. Әрине, сонда да ауылды білесің ғой. Жарайды деп күлімсіреген Жасұлан сүйіктісінің бетінен сүйіп алды. Жасұлан, мен не айтып отырмын, сен істеп отырсың деп бұртиды қыз. Жарайды қойдым. Кеттік, менің достарым келе жатыр, бірге шомыламыз. Жоқ, менің кетуім керек, қазір жезсем келіп қалады. Айтпақшы ол саған тиісіп жүрген жоқ па? Жоқ, екеуі ауылға беттеді. Үйіне жақындаған сайын Ақтотының жүрегі дүрсілдеп қорға басып келеді. Бір жағы Жасұланнан ұялып та келеді. Сен қайта берсеңші, неге? Осы кезде үйден айқашу шықты. Жүгіре басып үйге кірген Ақтоты дереу әпкесін іздеді. Өз бөлмесіне кіріп есікті іліп алған Талғат әйелін аяусыз ұрып жатыр екен. Ақтотының соңынан келген Жасұлан баяғыдан білетін бұл отбасының жанжалына алғаш рет араласқалы тұр. Есікті ашыңыз жезде деген Ақтоты есіктің тұтқасына жармасты. О, кім келген үйімізге? Кеше кеш келіп көрмей қалыппын. Өзің қалаға барып әдемі болып кетіпсің ғой деп есікті аша сала алдында тұрған балдыздың шашынан сипады. Тарт қолыңды деген Жасұлан Талғаттың қолын қағып жіберді. Сенің шаруаң болмасын, шық менің үйімнен. Ұялмайсың ба Талғат, не жүрс мынау? Әлің тек әйелге жете ме? Сен күшік маған ақыл айтайын дедің бе? Шық дедім мен саған үйден. Кеттік Ақтоты, бұл қазір мас. Не айтып не қойғанын білмейді. Сен бара бер, мен әпкемнің жанында боламын. Бірақ Талғат саған тиіседі ғой. Жоқ, ол қазір ұйықтайды уже. Кете бер.
Жасұлан үйіне келіп жатып тек бір ғана ойды ойлады. Үйлену керек, солай ғана Ақтотыны мына тозақтан құтқарады. Үйіне келген Жасұлан мазасыз күй кешіп бөлмесіне кіріп кетті. Әдеттегідей анасы бұрқан-талқан болып бір нәрсеге көңілі толмай күйеуінің жер-жебіріне жетіп отыр екен. Ал күйеуі бұған еті үйреніп кеткен. Тыңдап та отырған жоқ, кітапқа шұқшиып басын көтерер емес. Жасұланның түрін көріп анасы артынан бөлмесіне кірді. Балам, бір жерің ауырып жатыр ма? Көңілсізсің ғой? Жоқ, бәрі дұрыс. Неге мазаң жоқ? Ештеңе дедім ғой, мам. Жарайды ендеше, біраз демал, деп баласының мінезін білетін ол үнсіз есікке беттеді. Мама, мен үйленемін. Жалт бұрылған анасы күлімсіреп баласының жанына жетіп келді. Не дейсің? Кімге? Менімен таныстырмадың ғой. Қаланың қызы ма? Әдемі ме? Бүгін алып келем десең де дайынмын балам, деп Жасұланды сөйлетпей үстін-үстін сұрақ қойып жатыр. Мама, сізден жасыратыным жоқ. Ол Талғаттың балдызы. Бірге оқимыз. Қай Талғат? Кім еді ол? Танимыз ба? Иә, арғы көшедегі Талғат. Тоқта, әлгі алғашты айтасың ба, деп орнынан атып тұрды. Сенің есің дұрыс па? Есім дұрыс. Біз Ақтоты екеуміз бір-бірімізді жақсы көреміз. Оттапсың, міне әперем саған ол қызды, деп анасы екі саусағының арасынан бас бармағын шығарды. Мен сізден рұқсат сұрап отырған жоқпын, мен тек ескертіп жатырмын. Сені қазір әкеңе айтып мойныңды үздіремін. Әкем мені жақтайды. Өшір үніңді, деп бұлқан-талқан болып анасы шығып кетті. Жасұлан теріс бұрылып жатты да қойды. Бірер сағат өткен соң анасы кешкі асқа шақырып бөлмесіне кірді де жаңағы тақырыпты талқылаймыз деп шығып кетті. Дастархан басына жайғасқан соң бәрі үнсіз тамақтарын ішті. Ал айт, ол қандай қыз? Ата-анасы қайда тұрады? Жалғыз келінім болған соң қатырып алып келемін. Жездесі алғаш екен деп баламның болашағына балда шаппаймын. Келістім, деді бұртиып. Анаңды көндіру оңай болған жоқ, деп әкесі күлді. Бірақ тағы бір мәселе бар. Ол осында әпкесінің, яғни Талғаттың үйінде тұрады. Ата-анасы 2 жыл бұрын көлік апатынан қайтыс болған. Содан бері осында тұрады. Сен не деп отырғаныңды білесің бе өзі? Енді жетпегені осы еді. Қайдағы бір жетімді келін ете алмайды екенмін. Ертең дүркіретіп той жасағанда құда болып жанымызда анау алқаш тұрады ма? Өліп кетсем де келіспеймін, ешқашан. Одан да өлгенім артық, деп ойбайлап үйді басына көтерді. Әкесі басу айтқанымен оны тыңдайтын анасы жоқ. Жасұлан, мен Ақтотыға үйленемін. Айттым, бітті, деді де ашуланып шығып кетті. Армандама, ешқашан үйленбейсің, деп артынан айқайлап жатқан анасын тыңдағанда жоқ. Ертеңіне таңертең тағы да ұрыс-жанжал басталды. Үйленем деп тұрып алған Жасұлан әпкелеріне хабарласып келуін өтінді. Келуін келгенімен олар анасына қарсы шыға алмайды. Өздері табиғатынан жуас, тұрмыс құрған соң тіпті басылып кеткен. Анасына бір ауыз сөз айта алмады. Ақыры Жасұлан анасын көндіре алмасын білді де, бір жетіден соң Ақтотын алып қалаға кетіп қалды. Жездесінің күнде ішіп келіп тиісіп жүргенінен қорқып жүрген Ақтоты әпкесінің рұқсатымен қалаға кетті. Бірақ әпкесі Жасұланмен бірге кеткенін білмеді. Қалада оқу басталғанда жұмыс жасаймын деген соң өзіңе абай бол, деп шығарып салды. Автобус бекетінде кездескен екеуі ешкімге ештеңе деместен қалаға жүріп кетті. Ұлының қалаға кеткенін білген анасы дереу Талғаттың үйіне келе жатыр. Әй-шәй жоқ, кіріп келген ол Ақтотының әпкесіне бас салды. Қайда әлгі сұмырай? Менің баламның басын айналдырып алып кетті ме? Тәрбиесіздер. Әке-шеше болмаған соң қайдан тәрбие болсын? Жетімек неме? Сіңіліңді менің балама беріп, жетсе қалам деп ойладың ба? Тоқта, жетер енді. Әркім келіп басынатын адамдарың мен емес. Содан соң әке-шешеме де сіңіліме де тіл тигізбе. Тәрбиемізде жұмысың болмасын, деген әпкесі өзі қазір ғана Талғаттан таяқ жеп ызаланып отырғандықтан одан әрі күйініп кетіп, алғаш рет адам баласына сөз қайтарды. Мына дүниеде лағнет айтқан оның көздері ызадан жарылып кеткендей еді. Сескеніп қалған Жасұланның анасы үн-түнсіз үйден шығып кетті. Ақдидар қамқоршысы жоқ, панасыз құс секілді бір бұрышта бүрісіп отырып ұзақ жылады. Қалаға келген соң олар екі бөлек жайғасты. Ақтоты қалада жұмыс жасап жатқан құрбыларының жанына, ал Жасұлан бөлек пәтер жалдап тұрып жатты. Екеуі де жұмыс тапты. Қыркүйекке дейін осылай бөлек тұрып жұмыс жасады. Жұмыстан бос уақытта бірге қыдырады. Болашақтарына жоспар құрады. Ақтоты осы тақырыпқа келгенде кібіртіктеп ештеңе айта алмайды. Бар айтатыны
Жасұлан, ата-анаңсыз ештеңе жасай алмаймыз. Олардың рұқсаты керек. Оның үстіне сен жалғыз ұлсың. Қара шаңырақта тұруың керек. Яғни ауылда болуымыз керек. Жоқ, ауылға ешқашан бармаймын. Білесің ғой, олар көнбейді. Осылай тақырып аяқсыз қалады. Жас аяқталуға жақын қалды. Ақтоты 2-ші, ал Жасұлан 3-ші курсқа көшті. Оқуға дайындалып, керек жарақтарын алуға базарға келді. Екеуі де канцтовар алып, алдымен Ақтотыны жолай қалдырып, Жасұлан пәтеріне келді. Досы жұмыста, есік алдында біреудің тұрғанын байқады. Анасы, Жасұлан өзін кербез ұстап, аяғын еркін басып жанына келді. «Қалайсыз, мама?» деді, күнде көріп жүргендей. «Осы жерде тұрасың ба?» деді анасы сәлемін қабыл алмай тұрып. Екеуі үйге кірді. Үстелге отырып бір стақан су сұрады. «Жалғыз тұрасың ба?» «Жоқ, және бір жігіт бар». «Шынымен жігіт пе?» деді анасы сеніңкіремей. «Ақтоты деп ойладыңыз ба?» «Ол сіз ойлағандай тәрбиесіз емес, бөлек тұрады. Екеуміз де жұмыс жасап ақша жинап жүрміз», деді мысқылмен. «Балам, осылай үй бетін көрмей жүре бермекпісің? Әкеңнің жалғыз арқа сүйері өзіңсің. Бір шүйке бас деп бізден бас тартпайтын шығарсың. Оның үстіне әлі оқуың бар. Аяқтап жұмысқа тұрып ал, сосын бір мәнісі болар. Олай алдаусыратпай-ақ қойыңыз. Білем, оқуымды аяқтауым керек. Ақтоты оқуын бітірген соң үйленеміз. Сендер туралы ауылда өсек қаптап жатыр. Бірге тұрады екен, әлгі қыздың аяғы ауыр екен деп жүрме?» деп кекете күлді. «Менің Ақтотым сияқты болып алсын олар. Некеміз қиылмайынша Ақтотыны тіпті өзіме қимаймын. Түсінесіз бе? Оның ары менің намысым. Ертең-ақ ауылға барып, керек болса әр үйдің есігін қағып айтып шығамын», деді ашуланып.